Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Қолай, сәндеу, қасірет, береде, бүлік, құлпытас, түзімділік, қадір, дүниетаным, айрықша, орасан, садақа, сынақ, атамекен, орыс тіліне нұсқаларды оқимын, тыңдаңыздар. Благоприятный случай. Декорировать, украшать. Горе-скорбь. Прежде. Часть, раздел. Надгробный камень. Выносливость. Ценность, достоинство. Мировоззрение. Особый. Огромный. Подаяние. Испытание, зачет. Отечество. Бұл сөздердің тізімі қолданып, шығармамды жазайын, тыңдаңыздар. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын, тыңдаңыздар. Қазақ тілі әңгіме жазғанда жаттығу. Табысты және табыссыз қауымдар. Әрбір халықтың оның дүниетанымына сәйкес салт-дәстүрі қалыптасты. Тұрақты немесе көшпенді адамдардың қауымы айрықша мәдениеттің дамып шығарды. Үлкен қауымда тұратын адамдар өздерінің мекенін, жырын, қоршаған ортасын атамекен деген сөзімен білдіреді. Атамекен орасан немесе кіші болар екен. Атамекеннің өлшімі бірнеше себепке байланысты. Олардың бәрі тарихы, географикалық саяси себептеріне қатысты. Әр қауымға ең маңызды құндылығы оның халық. Әр мемлекетіне халық қалай өмір сүреді деп сынақ қойылды. Халық бейбіт, береке жағдайда өмір сүрсе, ел табысты болар. Табысты елде қайыршылар жоқ. Қайыршылар болса, оларға жомарт садақа және көмек көрсетіліп, олар кедейліктен шығады. Табысты қауымда адамдар қадірмен жүреді. Керісінше табыссыз елдерінде адамдар қайғы қасіретке ұшырап, қолайсыз жағдайда өмір сүреді. Төзімділік таусылып кеткенде, адамдар тіпті өлгісі келгенде болар. Береде өздерін өлтірген адамдардың қабіріне құлпытастың қойылмаған. Олар
өздеріне обал жасаған тұлғалар ретінде арнайы бейіттің бөлігіне қойылды. Олардың қабірлерін гүлдермен сәндеуге болмайды. Сіздер қандай қауымда өмір сүргіңіз келеді? Сіздер диктант жазған үміттенемін. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын дұрысай. Әдеттегідей мәтінді орыс тіліне оқимын. Тыңдаңыздар. Успешные и неуспешные сообщества. Каждый народ формирует свои обычаи и традиции в соответствии с собственным мировоззрением. Сообщество людей, ведущих оседлый кочевой образ жизни, создало собственную особую культуру. Люди, живущие в большом сообществе, называют место своего обитания, свою землю и окружающую среду родиной. Родина может быть огромной или малой. Ее размер зависит от нескольких причин. Все они связаны с причинами историческими, географическими и политическими. Главная ценность для любого сообщества – это его народ. Перед каждым государством стоит один и тот же главный вопрос испытания. А как живет твой народ? Если народ живет в условиях мира и достатка, страна становится успешной. В успешной стране нет нищих. А если они есть, им оказывают щедрую помощь, и они выходят из бедности. В успешном сообществе люди живут с достоинством. И наоборот. В неуспешных странах люди испытывают горе и лишения, живя в неблагоприятных условиях. Когда терпение иссякает, человек и вовсе может захотеть умереть. В прежние времена на могилах людей, покончивших с собой, не ставили надгробий. Их, как совершивших грехопадение, хоронили в отдельной части кладбища. Их могилы не полагалось украшать цветами. А в каком сообществе хотели бы жить вы?